Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер эндокринолог Назира Есмаханова. Бүгінгі тақырыбымыз магний болмақ. Магнийдің біздің ағзамызға қандай әсері бар? Магнийдің жетіспеушілігі кезінде қандай симптомдар болады? Және ең бастысы қандай магний қабылдау керек? Магнийдің формалары туралы айтатын боламыз. Осы видеоның соңына дейін көріңіз. Магнийдің қандай түрлері болады, қандай формалары өте жақсы, қандай формаларын ішу керек емес, сол жайлы толық білетін боласыздар. Магний дегеніміз біздің ағзамыздағы маңызды 4 элементтердің бірі. Натрий, калий, кальцийдан кейінгі 4-ші орында бізде магний болады. Магнийде біздің ағзамызда қоры 60% сүйекте болса, 39% бұлшықеттерде, соның ішінде жүрек, бүйрек, бауыр және 1% біздің қанымызда және басқа да сұйықтықтарда болады екен. Жалпы магнийдің бізге қандай ағзамызға әсері бар? Магнийдің арқасында жүрегіміз ырғақты соғып, сонымен қатар біздің ағзамыз ауруларға қарсы тұрады екен. Жүйке жүйеміз стрессті жеңеді екен. Магнийдің арқасында біздің иммундық жүйке және қан тамырлары қалыпты жұмыс жасап, бұлшықет пен сүйектеріміз қалыптасуы жүзеге асады. Магний біздің ағзамызда 600-ден астам химиялық реакцияларға қатысады екен. Сонымен қатар магний қандағы қантты тұрақтандырып, холестеринді төмендетеді екен. Енді магнийдің біздің ағзамызда жеткілікті емес па, дефицит бар ма, оны қалай анықтаймыз? Қалыпты қан анализін тапсыруға болады, бірақ бұл жерде бір айтып өтетін жайт, сіз тапсырған қан анализінде магний қалыпты болғанмен де тіндерде жеткіліксіз болуы мүмкін. Сол себепте қазіргі таңда магнийді анықтайтын өте ақпаратты анализ жоқ десе де болады. Сол себепте біз дәрігерлер клиникалық белгілеріне қараймыз. Мен қазір айтып өтетін клиникалық белгілер, егер сізде бар болған жағдайда магнийді қабылдауыңыз керек. Магний жетіспеушілігінің қандай белгілері болады? Ең бірінші ол бізде ұйқының қанбауы, аяқ-қолдағы қандай да бір бұлшықеттегі ауру сезім, нервный тик дейміз, синдром беспокойных ног деп жатады, жатар кезде аяқтың қақсап қатты ауруын айтады, көңіл күйдің құбылмалы болуы, шаршағыштық, әлсіздік, депрессия болуы мүмкін, және де мигрень, бастың қатты ауру сезімі, кейбір адамдар сақинасы болады деп айтып жатады халық арасында. Тәттіге құмарлық, сонымен қатар жаңағы жүрек қағысы, қандай да бір жүректегі өзгерістер болатын болса, осы магнийдің жетіспеушілігінің көрінісі. Қазір мен жеке-жеке тоқталып өтсем, магний жетіспеушілігінің арнайы басты себептерінің бірі бұл бұлшықеттердегі ауру сезім, спазм, тырысулар болып келеді. Бұл өте жайылған магний жетіспеушілігінің белгісі. Себебі магний бізде бұлшықеттер нервті импульсті өткізуін реттеп отырады. Яғни босаңсу мен жиырылуын магний реттеп отырған кезде, магний жетіспеген кезде босаңсу болмайды дағыны, тек жиырылып, спазм, судороги сияқты тырысулар болып ауру сезім шақырады. Бұл жайылған басты белгісі болып табылады. Одан кейін де әлсіздік, өйткені біздің магний жүйке жүйесіне қатысады деп айттым. Сонымен қатар біз ұйқыңыздың бұзылысына қарап, магний жетіспеушілігі бар ма, жоқ па білуге болады. Егер де магний сізде қалыпты болған жағдайда ұйқыңыз тыныш, терең болады. Ал егер 7-8 сағаттың өзінде ұйқыңыз қанбай, әлсіздік пайда болатын болса, онда магний жетіспеушілігінің белгісі болып табылады. Сонымен қатар адамның көңіл күйі, депрессияға ұшырауы, бұл да магний жетіспеушілігінің белгісі. Себебі біздің психоэмоциональды күйімізге магний өте қатты әсер етеді. Өйткені бізде мида болып жататын қандай да бір процестерге магний өте қатты қатысады. Босаңсу болмағандықтан көбінесе адамнандай нервозный, напряженный, раздражительный сияқты болып келеді. Жүрек қан тамыр жүйесіне келетін болсақ, магний біздің жүрегіміздің ритмінің, жүрек соғу жиілігіне, сонымен қатар қан қысымына өте қатты әсер етеді. Магнийдің жетіспеушілігі, мысалы біз айтатын болсақ, тахикардияға алып келуі мүмкін. Ол өз кезегінде қан қысымының жоғарылауына алып келуі мүмкін. Егер де сіз этекралды синдромының асқынуы болатын болған жағдайда, ондай магний қабылдауға кеңес береміз. Себебі магний бізде тынышталдандыратын агент ретінде жұмыс жасайды. Сонымен қатар жатырдың қатты жиырылуын азайтып, іштегі болатын спазмды азайтады.
Сонымен қатар остеопороз болған жағдайда бұл магний жетіспеушілігінің белгісі болып саналады. Себебі магний мен кальций бір-бірімен өте қатты байланысқан, біздің сүйектің беріктілігі мен серпімділігіне жауап береді. Қандай адамдарға магний қабылдау керек? Егер де сізде осындай белгілер болған жағдайда, жетіспеушілігі байқаған жағдайда магний ішсеңіз болады. Бірақ кейбір адамдар міндетті түрде, яғни постоянно, былайша айтқанда, үнемі түрде магний ішіп жүру керек. Ол бірінші бізде спортсмендер. Себебі физикалық жүктеме жасаған кезде магнийге деген қажеттілік 10-20 есе ұлғаяды. Себебі оларда физикалық жүктеме жасаған кезде қандағы қант мөлшерін бұлшық етке енгізіп, және біздің физикалық жүктеме жасағанда ауру сезім тудыратын сүт қышқылын ағзадан шығару керек. Екінші, депрессия бар адамдарда. Себебі біздің ми жұмысымызға тынышталдыратын, эффект беретін бізде магний болып табылады. Кейбір зерттеулерде антидепрессанттар ретінде әсер ететіні туралы жазылған болатын. Диабеті бар адамдарда магний ішу керек. Себебі диабетпен ауыратын адамдардың жартысында магний жетіспеушілігі бар. Себебі диабеттің симптомдардың бірі ол кіші дәреттің жиі болуы. Сол себепті магний кіші дәретпен сыртқа шығып кетіп, магний жетіспеушілігі байқалады. Сонымен қатар қабынуы бар адамдарда магний қабылдау керек, яғни созылмалы қабыну. Бізде үнемі магний жетіспеушілігі біздің созылмалы қабынуға алып келеді. Созылмалы қабыну созылмалы ауруға алып келеді. Ал созылмалы ауру біздің ағзамызды тез қартайтып жібереді. Магнийді, былайша айтқанда, сұлулық витамин десе де болады. Сол себепті магнийді қабылдау арқылы біздің балалардағы, қарт адамдардағы қабынуды басып, сонымен қатар артық салмақпен күресесіздер. Және де қан қысымы бар адамдарда магний қабылдау керек. Себебі магнийдің қан қысымын төмендету әсері барын білеміз. Магнийді егер қан қысымы жоғары адамдар 400 мг тәулігіне қабылдайтын болса, онда қан қысымын төмендетеді. Онда сіздер сұрақ қоюларыңыз мүмкін: егер менің қан қысымым қалыпты болатын болса, мен қалыпты қан қысымымды төмендетемін деп. Жоқ, егер сіздің қалыпты қан қысымыңыз қалыпты болатын болса, онда оған әсер етпейді. Бас ауруларында тоже айтып кеттім, сақинасы бар адамдар деп айтып жатамыз. Себебі көп адамдарда басымен қоса оларда жүрек айнуымен, свет, шумға андай сезімталдығы жоғары болып келеді. Магний көбінесе кәдімгі стандартты препараттардан қарағанда бас ауруын төмендететін әсері зерттеулерде көрсетілген болатын. Инсулин, яғни артық салмақ болсын, диабет болсын, инсулині жоғары адамдарда болсын, магний қабылдаған дұрыс. Себебі магний бізде инсулинге сезімталдықты жоғарылатады. Артық салмақ болсын, диабет болсын, олардың басты себебі инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность дегеніміз біздің инсулинге тәуелді тіндерде рецепторларында инсулинді танымай жатады. Соның сезімталдығын жоғарылатуға магний бізде көмектеседі. Магнийді қай уақытта қабылдаған дұрыс? Азанда немесе кешке ме, тамақпен ба, аш қарынға ма деп сұрақ қойып жатады. Ол магнийдің формасына байланысты. Көп магнийларды біз жатар алдында қабылдайтын болсақ, мысалы малат магния болатын болса, оны азанда қабылдаған дұрыс. Себебі ол адамдарға сергектік береді, бодрость беріп жатады. Сол себепті ол формаға байланысты. Қазіргі алда формасы туралы айтатын боламыз. Сол кезде сіздерге бәрі түсінікті болады. Енді магнийдің формаларына толығырақ тоқталып кетейік. Жалпы магнийдің формаларын органикалық және бейорганикалық түрде екі түрге бөлсек болады. Органикалық түрлерінде хелатты формасы және магний қышқылдар деп бөлсек болады. Хелатты формасы дегеніміз не? Магнийге бізде амин қышқылдар қосылған жағдайда біз оны хелатты формасы деп атаймыз. Бұл хелатты формасының биожетімділігі, биожетімділік дегеніміз не? Біздің қандай да бір витаминдер, минералдар, дәрілерді қабылдаған жағдайда біздің ағзаға сіңірілуін біз биожетімділік деп атаймыз. Яғни кейбір дәрілерде магний көп болуы мүмкін, бірақ оның биожетімділігі аз болса, біздің ағзамызға аз ғана дозасы келіп, қалған дозасы просто сіңбей кетуі мүмкін. Сол себепті де биожетімділік деген өте маңызды.
хелатты формаларының биожетімділігі өте жоғары. Сол себепті хелатты формаларын көбінесе тағайындап жатады. Мысалы, глицинді білеміз, тілімізді астымызға қойып, рассасывать ететін амин қышқылының мидың жұмысын жақсартады деп. Осы глицин мен магний екеуінің глицинат магния деген түрі болады. Мидың жұмысын жақсартады, тынышталдыратын әсер береді. Сонымен қатар таурин қышқылымен магний болған жақса таурат магния, аратат қышқылымен болатын болса аратат магния, трионат магния, сонымен қатар лизинат магния деген хелатты формалары бар. Ал енді магний қышқылдар дегеніміз ол магний мен қышқылдар бірге қосылған жағдайда. Мысалы, магний мен лимон қышқылы болатын болса, онда цитрат магния. Магний мен алма қышқылы болатын болса, онда малат магния. Сонымен қатар пиколинат магния деген бар, және аспартат магния деген түрлері бар. Енді бейорганикалық түрлеріне көшетін болсақ, бейорганикалық түрлеріне біз оларды екі топқа бөлсек болады: еритін тұздар және ерімейтін тұздар деп. Еритін тұздарға бізде сульфат магния немесе хлорид магния, осы екеуін жатқызсақ болады. Сульфат магнияны бізде биожетімділігі өте төмен, сол себептен оны ішке қабылдамайды. Оны тұз түрінде, английская соль, эпсом соль деп жатамыз, ванна қабылдау арқылы, тері арқылы қабылдаса болады. Егер магниевая сольді қабылдап жатқан кезде теріңізде қандай да бір тітіркендіретін болса, онда сізде магний жетіспеушілігі бар деген сөз. Сонымен қатар сульфат магнияны білеміз, біз ол магнезия деп жатаймыз. Жаңа өте қатты қан қысымы жоғары болған кезде, қандай да криз жағдайларда магнезияны внутривенно қанға жібереміз. Сол кезде биожетімділігі өте жоғары болады. Ерімейтін тұздарына бізде оксид магния, карбонат магния және гидроксид магния түрлері бар. Бұларда магнийдің мөлшері өте жоғары, 60%, 40%-ға дейін магний жоғары болуы мүмкін, бірақ биожетімділігі өте аз. Мысалға келтіретін болсақ, мысалы оксид магния мен цитрат магнияны салыстырайық. Екеуінде мысалы 125 миллиграмм таблеткасында мөлшері бар. Мысалы, соның ішінде 90 миллиграммы магний болатын болса оксидте, бірақ сіздің ағзаңызға тек қана 4 миллиграмм ғана ағзаңызға еніп, қалғандары ерімейтін тұз ретінде ағзаңызда қалады. Ал цитрат магнийға келетін болсақ, соның ішінде 27 миллиграмм магний болатын болса, биожетімділігі жоғары болғандықтан сіздің ағзаңызға 21 миллиграмм магний енеді деген. Қалған 123 глицин миыңыздың жұмыс істеуіне, жақсартуына септігін тигізеді. Сол себепті жаңағы ерімейтін бейорганикалық түрлерінде магний көп қой, соларды қабылдау керек деп ойлайтын болсаңыз, олардың биожетімділігі өте аз болғандықтан көбінесе оларды тағайындамайды. Көп тағайындайтын түрлеріне қазір тоқталып өтемін. Ең көп тағайындайтын түрі ол цитрат магния деп аталынады. Цитрат магния жаңа айтып өткен лимон қышқылы мен магний бірге екеуі қосылған түрі. Егер бұның көп дозасын қабылдайтын болған жағдайда кішкене слабительный эффект беруі мүмкін. Яғни үлкен дәретке жиі барғызуы мүмкін. Сол себептен запоры бар адамдарға өте жақсы көмектеседі. Сонымен қатар, егер де слабительный эффект болмасын деген жағдайда оны тамақтан кейін және дозасын 2 немесе 3-ке, тәулігіне 2 немесе 3-ке рет бөліп қабылдаған дұрыс. Малат магнияны өте жаңағы сергектік бергендіктен оны көбінесе таңертең қабылдаған дұрыс, және көбінесе бұны спортсмендерге, физикалық жүктемені көп жасайтын адамдарға тағайындалады. Себебі физикалық жүктемедегі шығынды өтейтін малат магния десек те болады. Глицин магния дегеніміз мидың жұмысын жақсартатын, тынышталдыратын жақсы әсері бар. Таурат магния дегеніміз таурин қышқылымен қосылған, аратат магния. Бұларды көбінесе жүрек қан-тамыр жүйесінде кардиологтар көбінесе қолданады, жүрек қан-тамыр жүйесін жақсартады. Соның ішінде магнирод, жаңағы аратат магниямен бірге, аратат магнияның түрі. Сонымен қатар трионат магния, соңғы кездері жақсы зерттеліп жүрген
тиранин деген қышқылмен жасалған магний түрі бұл біздің когнитивті функцияларымыз, яғни назардың, естің, зейіннің концентрацияларын жақсартуға, мидың жұмысын жақсартуға, біздің көңіл күйіміз бен ұйқымызды жақсартуға өте жақсы көмектесетін хилатты формасы болып табылады. Сонымен қатар хилатты формаларының комплексті түрде сонымен қатар хилатты формалардың комплексті түрлері бар, яғни глицин мен таурин қосылған сияқты бір-бірімен қосылған, сонымен қатар магний B6 деген түрлері болады. Ол біздің Б тобындағы витаминдер магнийдің кофактор болып табылады, яғни оның сіңірілуіне өте жақсы көмектеседі. Сол себепті магний B6, магний B6 Forte деген түрлері бар. Магнийдің қандай жағымсыз әсерлері болуы мүмкін, яғни побочкалары. Оксид магнийға келетін болсақ, оны бізде жүрек айнуы мен адамдарда диарея шақыруы мүмкін. Хилатты магнийлар жақсы сіңірілумен асқазан ішектері өте әлсіз адамдарда оның дозаларын 2-3-ке бөліп қабылдаған дұрыс. Цитрат магнийға келетін болсақ, ол темірдің сіңірілуіне кедергі жасауы мүмкін. Малат магнийға келетін болсақ, ол нервный жүйке жүйесіне қандай да бір сергектік бергендіктен, сол себепті оны азанда қабылдаған дұрыс. Аратат магнийді бүйрек тас ауруларында немесе бауыр циррозында қабылдауға кеңес берілмейді. Таурат магний келетін болса, қандай да бір ген мутациясы бар адамдарда тоже қабылдауға кеңес берілмейді. Аспартат магния келетін болсақ, депрессия, қандай да тревожность бар адамдарға қабылдауға кеңес берілмейді. Хлорид магнияда өте тері сезімтал адамдарға қабылдауға, теріге жағуға, терімен ванна қабылдауға кеңес берілмейді, себебі тері тітіркендіріп, қандай да бір қышу сезімдері пайда болуы мүмкін. Менің инстаграм парақшамда магнийлердің формалары туралы толық ақпарат жазатын боламын. Сол себепті мен инстаграм парақшама тіркеліп ақпаратты болып жүріңіздер. Менің айтқан осы видеомдағы қандай да бір ақпараттар сізге құнды болды деп ойлаймын. Маған подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қандай да бір іс-әрекеттеріңіз менің каналымның ары қарай дамуына үлесін қосады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.